Бүгін сіздермен өте дәмді және де тез дайын болатын тары чизкегінің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең бірінші тарыға ыстық сүтімізді құйып, араластырып, бұқтырып қоямыз. Ыдысымызға талқанды саламыз. Үстіне қантымызды, майымыз ертілген болуы керек. Барлығын құйып, араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді формамызға салып, тегістеп, жайып шығамыз. Тары қамырымыз дайын болды. Енді тоңазышқа салып қоя тұрамыз. Біз енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге творожный сыр қажет. Үстіне қант қосып, асықпай қасықпен араластырамыз. Жұмыртқамызды саламыз. Біздің салмамыз бірдей массада болу үшін біз осылай венчикті қолдандық. Үстіне сливки құйып араластырамыз. Миксер қолданбай, барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп жасайтын болсаңыздар, сіздерде өте керемет бір чизкек шығады. Осындай қою салмамыз дайын болды. Енді салмасына осы бұқтырылған тарымызды саламыз.
Міне барлығы дайын болды. Енді біз алдын ала тоңазытқышқа салып қойған формамызға барлығын тегістеп салып шығамыз. Осылай дайын болған чизкегімізді біз духовкада 100 градуста 2 сағаттай пісіріп аламыз. Міне осындай керемет нәзік болып шығатын біздің чизкегіміз дайын болады. Дайын болғаннан кейін бірден кесуге болмайды. Оны тоңазытқышта 3 сағаттай қойып салқындатып аламыз. Дәмі тіл үйретіндей біздің чизкегіміз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын.